Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қазіргі уақытта ақылы мастер-класстарда хит болып жатқан бешбармақтың езілмейтін, жыртылмайтын, жабыспайтын идеальный жайма қамырын қалай дайындау керектігін көрсетемін. Және де бұл қамырды кемінде 3 ай морозильникте де сақтауға болады. Морозильниктен шыққаннан кейін де бұл қамырыңыз тура осындай мінсіз болып шығады. Піскеннен кейін ешқандай да езілмейді, бүтін болып шығады. Бұл қамырмен сіздер нарын да жасай аласыздар, манты да жасай аласыздар, түшпара да түйе аласыздар. Универсал қамыр деп осыны айтамыз. Құрметті достар, қазақша каналға өз үлестеріңізді қосып, каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар, және де видеоны соңына дейін көріңіздер. Мен сіздерге барлығын мұқият түсіндіретін боламын. Ең бірінші бізге ұн, салқын су, сұйық май, жұмыртқа, тұз және де куркума қажет. Ұн міндетті түрде електен өткізіліп дайын тұру керек. Су салқын болу керек, және жұмыртқаға келетін болсақ, үлкен жұмыртқа болса 1, кішірек болса 2 жұмыртқа жарайды. Ең алдымен салқын суымызға жұмыртқаны, тұзымызды, куркума, сұйық май барлығын біркелкі болғанша араластырып, кейін үстінен ұнымызды салып, жақсылап тығыздау қамыр илейтін боламыз. Бұл қамырдың ерекшелігі куркумада. Куркума қамырды ешқандай да езуге жол бермейді, және де куркума қамырға мінсіз жайылуға көмегін әсерін тигізеді. Достар, бұл құраммен 2 зуала қамыр шығады. Егер сіздер одан да көп қамыр илеймін десеңіздер, бұл құрамды 2 есе, 3 есе көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Бұл құрамға неше грамм кететінін барлығын видеоның астында описание бөлімінде жазып қалдырамын. Қамырымыз біркелкі күйге енгеннен кейін үстелдің үстіне қолымызбен де біраз ысып бастырып шығамыз. Бізде осындай тығыздау қамыр шығады. Бұл қамырды целлофан пакетке орап, біраз демалдырып қоямыз. Мінеке қамырымызды мен тағы да бір бастырып, 2 бөлікке бөліп қойдым. Қамырымыз өте жақсы демалып, ие қанып тұр. Ие қанған қамырдың көріп тұрғандарыңыздай осылай беті жылтыр және тыңдағыш болып келеді. Сондықтан біздің қамырымыз жаюға дайын тұр деген сөз. Біріншісін жайғаннан кейін, екіншісін целлофан пакетке орап дайындап қоямыз. Қамырды жаюды бастаймыз. Қамыр жайғанда ең бірінші үстелдің үстіне ұн себелеп, осылай оқтаумен шетін ғана жайып бастаймыз. Бұл қамырымыздың дөп-дөңгелек болып шығуына себепкер болады. Біздің қамырдың ие қанып демалғаннан кейін көріп тұрғандарыңыздай жұмыс жасауды өте ыңғайлы болып тұр, және де қамыр тыңдағыш болып келеді, ие қанған қамырдың. Осылай қамырды оқтауға орап, тек 2 шетін ғана бастырып, салмақ салмаймыз. 2 шетін ғана баса отырып, сағат тілімен айналдырып, жайып шығамыз. Қолымызды қамырдың ортасына қарай апармаймыз, тек 2 шетін ғана басамыз. Егер ортасына қарай апарсаңыздар, онда қамырымыздың 2 шеті қалың болып кетеді да, ортасы жұқарып, қамырларыңыз мінсіз болып шығады. Және де қамырға жайған кезде қатты күш салмаңыздар. Қатты күш салсаңыздар, онда 2 шеті ерелеңдеп, юбканың етегі ұқсап жайылып кетеді. Қамыр жаю барысында 2 аяқты да тең ұстап тұрған абзалырақ. 2 аяқ теңдей басылып тұрса, 2 қолдың күші де теңдей жайылады. Біздер кейде қамыр жайып жатқан кезде бір аяғымызды демалдырып қоямыз, бір аяғымыз қатты күш салмақпен басып тұрамыз. Сол кезде 2 қолдың күші де 2 түрлі болады да, қамырымыз кейде Қазақстанның картасы ұқсап жайылады, не болмаса шеттері қалың, орталары жұқа, юбканың етегінде ербелеңдеп кететін болады. Сол үшін 2 аяқты бірдей тең басып, және де 2 қолға көмек болу үшін бірдей тең басамыз. Достар, мен өзімнің тәжірибемдегі барлық лайфхактармен сіздермен бөлістім. Кәделеріңізге жарасын. Көріп тұрғандарыңыздай, менің қамырым дөп-дөңгелек, шеті де қалың емес, жұқа емес, орташа.
көріп тұрғандарыңыздай астындағы суреті барлығы біркелкі көрініп тұр, және осылай қолдарыңызбен ұстағанда да қамырымыз жыртылмайды. Осылай майыстырсақ та қамырымыз бір-біріне жабысып қалмайды. Өте мінсіз қамыр болып шығады. Қамырдың қалыңдығы 1 мм болу керек, және қамыр жайған кезде газетті оқуға болатындай етіп, сондай қалыңдықта жаю керек. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай мен астындағы жазуларды оқи алатындай болу керек. Енді осы қамырды кесетін боламыз. Кескен кезде арасына ұн сеппеңіздер, өйткені сорпаға салған кезде сорпаларыңыз қоюланып кетеді. Сол үшін қамырға жайып бітіргеннен кейін ұн сеппеңіздер. Достар, көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз жылтыр, сарғыш, әдемі болып шықты. Бұл 2 жұмыртқаның және куркуманың үлесі зор болып тұр мұнда. Құрметті достар, мен тура осы қамырымды пісіріп алдым. Көріп тұрғандарыңыздай қамырым өте әдемі, жылтыр, дана-дана болып шықты. Ешқандай да езілген жоқ, жабысқан жоқ, жеке-жеке шықты осылайнан қамырым. Мен осылай бешбармақ жасап алдым. Қамырым сап-сары, тура магазиннің жаймасы ұқсап әдемі болып шықты. Және де лайфхак, егер қамырларыңыз бір-біріне одан да жабыспасын десеңіздер, осылай сілкіп-сілкіп жіберсеңіздер, бешбармақтың қамыры бір-біріне ешқашанда жабыспайды. Құрметті достар, мен сіздерге барынша пайдалы болдым деген үміттемін. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп қойыңыз, және қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Видеоға лайк басып, және де комментарийге өз ойларыңызбен, өз лайфхактарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Мен сіздерге міндетті түрде жауап беремін. Құрметті достар, назарларыңызға, видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Баршаларыңызға ас болсын, сау болыңыздар.